Барлықтарыңызға күн қайырлы болсын. Бүгін қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құйып аламыз. Оның үстінен су құямыз. Бізде сүт те су да бөлме температурасындағы жылулықта болуы қажет. Соңынан үстіне тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстінен ұнымызды електен өткізіп салып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақтықта болуы қажет. Енді бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Немесе осылай үлкен күйінде жая берсеңіздер де болады. Енді қамырымыздың әрбір бөлігін оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымызды жайып дайындап алған соң, үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Біркелкі етіп жағып шығуымыз керек. Енді осыны рулет секілді етіп орап шығамыз. Оралған қамырымызды алып екі бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлікті видеода көрсетілгендей етіп дайындап аламыз. Бізде қатпарлы қамыр шығады сол кезде. Сіздер өздеріңіздің пісіретін табаларыңызға байланысты қамырды бұдан да үлкен немесе бұдан да кіші етулеріңізге болады. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай бөліп аласыздар. Менде 4 қаттамадан шықты. Енді әрбірін оқтаудың көмегімен жайып пісіруге дайындап аламыз. Енді табамызға қамырымызды орналастырып аламыз. Және де шет-шетінен аз ғана май құйып шығамыз. Бір жақ бөлігі піскен соң келесі бетіне аударамыз. Бізде бір беті шамамен 5-7 минуттай тұру керек. Табаларыңыздың қызуына байланысты әрине. Осылай кішкене жылжытып қарап тұрсаңыздар болады. Піскен соң табадан түсіріп, қалғандарын дәл осылай пісіріп аламыз. Міне біздің қаттама нанымыз дайын болды. Қатпарланып, әдемі болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.